Достар, білесіздер ме? Мал шаруашылығымен айналысқанның, жайлауда жүргеннің өзінің рахаттары бар. Минустары бар, плюстары бар. Мен қазір плюстары туралы ғана айтайыншы, сіздер минустарын жазып кетіңіздерші. Минустары көп қой, плюстары да солай көп. Жайлауда жүрсең санаң сергиді. Өзіңді еркін сезінесің, бостандықтың не екенін сезінесің. Мына даланың рахатын аласың. Ақша, кредит, тағы да анау мынау деген мәселелердің бәрін түгелмен дерлік ұмытасың. Атқа мінесің, тақымың бекиді. Денсаулығың жақсарады, таза ауамен тыныстайсың, таза тамақ ішесің, көңіл күйің жақсы болады. Депрессия дегеннің не екенін білмейсің, депрессияның не екенін ұмытып қаласың. Неше түрлі жануарларды көресің, мына ғаламның керемет әдемілігін сезінесің. Сіз менің айтқаныма қандай алып қосарларыңыз бар? Комментарийға міндетті түрде ой қалдырыңыздаршы. Әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз өте маңызды ғой. Біз қазір Қостанай облысының Ұлытаумен шектесетін төңірегіндеміз. Амангелді ауданы мен Ұлытау ауданының ортасындамыз. Ойларыңызды қалдырыңыздар. Мына видеоны мал шаруашылығымен айналысатын таныстарыңызға жіберіңіздер. Сөйлеген Қараторғай. Сау болыңыздар достар. Далаға жиі шығып тұрыңыздар. Мал шаруашылығымен айналысыңыздар.